Bir-birlerimizге қолдау көрсетіп, шығармашылық және татулықпен алға ұмтылыңыздар. Сабақтың тақырыбы өлкенің тарихи ескерткіштері. Сабақтың мақсаты тарихи ескерткіштердің құндылығын түсініп, олардың маңызын ашу. Әр тапсырма сайын мен сендерге дискриптор өздерін сонымен қатар сендерге өзін бағалауды ұсынамын. Сабағымызға сәл оқушылар. Енді демек оқушылар сабағымыз басталмас бұрын оқушылар барады. Кім? Ол қажет туған жөніндегі ақпараттарды толығымен білу керек. Ол туралы ендеше кәнекей YouTube каналына Барақ Шеркеуова, Көкжал Барақ, жоңғар қалмақ шапқыншылығына қарсы күресте қол бастаған батырлардың бірі. Орта жүздің Найман руының еркелетті Көкжалды аталығынан шыққан. Күршім ауданында дүниеге келген. Жекпе-жекте жеңіп, елінің батасын алған. Бүгінде Көкжал Барақ қоныстанған аймақ Теректібұлақ ауылы деп аталады. Ал оның тұрғындары осы Көкжал Барақ батырдың тікелей ұрпақтары болып табылады. Оқушылар біз жаңа Барақ батыр туралы толығымен таныстықты, ескерткіші туралы, туылған жері туралы, жалпы ерлігі туралы, енді жалпы пысықтау үшін мен сендерге сұрақтар жазған едім. Олай болса іске сәл кәнекей. Аяғы Барақ батыр кім? Барақ батыр ол сізге белгілі тұрған қазақ жоңғар шайқасына қатысқан батыр. Жақсы. Келесі. Гүлсезім. Барақ батырдың ескерткіші қайда орнатылған? Теректібұлақ ауылында орнатылды. Жақсы. Зере. Барақ батырдың ескерткішін жасаған мүсінші кім екен? Сырбай Мәулен жасаған. Жақсы. Барақ батыр қай шайқасқа қатысқан? Қазақ жоңғар шайқасына қатысқан. Жақсы. Ал енді құрметті оқушылар, мен сендерге Барақ батырдың адамгершілігі туралы мәтін беремін. Сендерге тапсырма. Соткаларға, чат-GPT-дің көмегімен сендер Барақ батырдың мәтінін оқисыңдар. Содан сендер комикс құрайсыңдар. Яғни комикстің өздері топпен қойған шығу керексін. Түсінді ме? Жақсы. Іске сәл ендеше. Енді бұл жерде оқушылар жаңағы чат-GPT көмегімен Барақ батырдың адамгершілік қасиеті туралы комикс жасап шығарды, ұлттық жұмыс жасап, кәнекей Аяру. Қалмақты дүрбі тайпасынан Бұлғылы төре Барақ батырдан ана сұрауға келген сәттің комикс көп шығарды. Жақсы. Зере. Бұл жерде ашылған Барақ батыр Бұлғылы төре мен ұлы сыны жауын қуған сәтті. Себебі рұқсатсыз елден алып қашып кетті. Жақсы оқушылар, бұл біздегі топтық жұмыс болатын. Енді бұл жерде балалар Барақ батырдың адамгершілік қасиеті, ол төре ғана сұрап келді. Қазақ еліне Барақ батыр оған жер берді, ел берді, халық ұсталынан халық қосты. Бірақ ол рұқсатсыз елден қашып кеткен екен, дұрыс па екен? Оқушылар жаңағы тақырып бойынша жалпы Барақ батырдың ескерткіші жайында, бүгінгі тақырып жөнінде мен сендерге екі жұптық тапсырма дайындап қойдым. Яғни іске сәл екі жұпты осы тапсырманы құрап шығасыңдар. Жақсы. Енді оқушылар сабақтың бекіту кезеңінде мен сендерге Барақ батыр туралы бүгінгі тақырып аясында тез сұрақтар бастадым. Олай болса іске сәл мына жерге ұялы телефондағылар келіп, яғни көйлем басылды.
Sizin gelin sırada var. 3 tane Batman kazı var. Bugün sırada